Ертең біздің өміріміздегі ең қауіпті сөздердің бірі. Армандарымыздың тек фантазия түрінде қалуының басты себепкері. Өмірін өзгертуге қадам жасағысы келмейтіндердің сылтауы. Ертең сөзі бүгінгі күннің маңыздылығын төмендетеді. Ол құдды көзін қысып, бір күндердің күнінде сен өмірге саяхат жасайсың. Ал қазір жайбарақат шалқайып жатып, сол бір керемет күнді күт дейтіндей. Қазіргі жағдайға риза болуға көндіріп, әлі алда ұзақ өмір күтіп тұр. Бәрін үлгересің дейтіндей. Осылайша кейбіреулердің ертеңі өмір бойына созылады. Ертең қателіктен де жаман. Себебі ол сенің бірінші қадамды жасамауыңа алып келеді. Алғашқы қадам жасалмайды, армандар тек арман болып қала береді. Есіңде болсын, сенің өміріңде бүгінгі күннен, дәл қазіргі сәттен қымбат, маңызды сәт ешқашан болмайды. Кеудеңдегі жүректің соғысы, өкпеңмен алған тыныс, тамырыңнан жүгірген қан, осының барлығы саған өзгеруге, ойлағаныңдай болуға, өмір сүріп басқаларға мотивация беруге, жетістікке жетуге күш береді. Өзінің қанша уақыты бар екенін ешкім білмейді. Соңында сол бір кезде қалаған іспен айналысу үшін алғашқы қадамды жасамағаның ең үлкен өкініштерінің бірі болады. Қазір сенде бары ол тек қана бүгін. Әрбір саяхат бірінші қадамнан, ертеңнің қандай болатынын білмей тұра, сенімділікпен, тәуекелге бел буып алға басудан басталады. Анық нәрсе, сен өсесің. Күштірек әрі білімді боласың. Өмірлік тәжірибеңде артады. Ертеңгі күнді күтпе. Көп ойланбай дәл қазір әрекет ет. Қазіргі сенді қалауыңдағы ертеңгі сенге айналдыратын жалғыз жол осы. Тек армандау мен толыққанды өмір сүрудің арасындағы айырмашылық осы.